Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қала тұрғындары, спорт сүйер қауым. Міне Дастан мырза осы поляны себепші болып ашып, көптеген жақсылыққа себепші болып жатыр. Қаншама балдар келіп дайындалып жатыр, қаншама жарыстар өткізіліп жатыр. Спортты дамытуға көп үлес қосып жатыр Дастан бауырымыз. Мына кешегідей екінші мектеп көрдіңдер, жарыс өте жоғарғы деңгейде, өте керемет өтті. Турцияға жолдама алды, ауызбіршілікке, бірлікке, бауырмашылдыққа жігіттерді бас біріктірді, өте керемет. Сол мынауда тағы да төртінші мектептің балдары дайындалып жатыр. Ертең бұйырса сол жарыс ұйымдастырады. Сол Дастан мырза, өзіңіздің лебізіңізді білдірсеңіз. Көп рахмет. Еңбек етіп терлеп жүр, жаңағы көрдіңіз ғой, іштің бәрін жинап өзі қызмет жасап жүр. Ассалаумағалейкум, Қандыағаш қаласының тұрғындары. Кеше өздеріңіз көргендей осы жерде 2 күндік жарыс өтті. Дода бәрі әдемі, күшті, на уровне өтті. Күшті деңгейде. Бүкіл Ақтөбе облысы емес, Қазақстан қызығушылық танытып жатқан сияқты негізі. Осы путевкада жекке шығып, бәрі мәз болып, жан-жақтан шығып, таныстар, тумалар күшті өткізіп жатсыңдар. Неге осындай бүкіл Қазақстан бойынша неге өткізбейді деген сондай ұсыныстар келіп жатыр. Енді келесі жарысымыз бұйырса 18-19 4-ші мектептің түлектері арасында өтеді. Ол да енді жақсы ауқымды жарыс болайын деп тұр. Қазір дайындық жұмыстары басталып кетті. Қазір мына алаңда ойнап жатқан 4-ші мектептің түлектері сол жарысқа өздері дайындық командаларын жасақтап дайындалып келіп жатыр. Арендаға поле сұрап, бұйырса бүгіннен бастап поле барлығына ашық. Телефон номерін қалдырып қарайсыздар ғой, Instagram, TikTok-тан маған хабарласасыздар. Ойнайтын командалар болса келіңіздер, есік ашық. Енді бұйырса жақын арада сол қазір кішкентай жас буын балдарға академия ашылады. Соңында жұмыстары бірге жүруде. Берке рахмет, осы келіп бүкіл Қандыағашқа бүкіл жаңалықтарды естісін деп, алдын ала біліп жүрсін деп жұмысын жасап жатыр. Сенің жұмысыңа табыс тілеймін. Сыртыңнан бақылап қарап отыр. Осы қарқыннан тайма. Тек қана алға ғой. Қандыағаш жігіттері көтерілсе бәріміз мәз боламыз. Дастан мырза, көп рахмет. Сол мақсатымыз жалпы ер азамат болғасын, өзіміз қоғамымызға, елімізге бір дұрыс нәрсе, пайдалы нәрсе тастап кету ғой мақсатымыз, бір пайдамыз тигізіп кету ғой мақсат. Сол Дастан мырза, сізге көп рахмет, үлес қосып спортты дамытуына себепші болып жатқаныңызға. Обзорларын қазір балдардың жаттап жатқан обзорларын салатын боламыз. Сол құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар, қызықты жаңалықтарды, осындай жақсы мағлұматтарды салып отырамын. Сол достар, көп рахмет сізге. 4-ші мектептің балдары міне жаттығып жатыр, жігіттер дайындық үстінде жарысқа. Міне ауызбіршілікке, бірлікке шақырып осылай. Алейкум ассалам. Міне бауырымыз кросстан орын алып жүрген, дайындық үстінде бұл кросстан көріп жүр, жарысқа қатысып жүр. Сол міне 4-ші мектептің балдары осылай спорт насихаттап, бәрі 2 поляда дайындалып жатыр. Осылай жастарымызды спортқа қызықтырып, уақыттарын пайдалы нәрсеге өйстіп баулып жатыр. Сол бұйырса осылай жарысты ертең салатын боламыз, достар. Все. Дайындық үстінде жігіттер дайындалып жатыр. Жақсы жарысқа. Екі поляда жігіттер дайындалып жатыр.